Баршаңызға жалынды сәлем достар. Бүгін мен сіздерге 1996 жылы шыққан Джеки Чанның Мистер Крутой фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине, видеоны соңына дейін көріп, лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. Киноның басында Джеки мен Баджо жүргізетін Мельбурнның ең үздік аспаздары телешоуы басталады. Бүгінгі шығарылымда олар батыс пен шығыс асханасын біріктіретін болды. Джеки керемет аспаздық өнерімен ұнды үйлеп жұртты таңғалдыруда. Мафиялар қыз бен жігіттің кесірінен үлкен қиындыққа тап болады. Қызды шұңқырға апарып камазбен көмбекші, ал жігітті болса аямай сабайды. Себебі олардың кесірінен мафиялар бір чемодан наркотик жоғалтқан екен. Енді наркотиктер Демон атты банданың қолында. Біраздан соң Демон бандасы чемоданмен жетіп келеді. Олар чемоданды үлкен көлемде ақшаға сатпақшы, бірақ мафия бастығы оларға $10 миллион төлеуге келіспей, сол жерде тауар үшін шайқас басталады. Шайқас біте салысымен мафиялар тілшілердің оларды видеоға түсіріп отырған байқайды. Қашқан кездерінде Ричард жарақаттанып қалған соң Диана кассетаны алып жалғыз қашады. Мафия бастығы қызды тезірек ұстауды бұйыруда. Егер видео жаңалықтарға шықса, онда жазасыз қалмайтындары белгілі. Әзір қашып бара жатқан Диана бір кезде Джекиге соғылады. Қыздың қиын жағдайда екенін көріп, еркек ретінде оны барынша қорғамақшы. Жол бойы оларды бірінен соң бірін құлатып, Джеки мен Диана енді бөлініп қашуды шешеді. Бір кезде Джеки балмұздақ сатушыға келіп тығылғанымен, сатушы оны достарымен ойнап жүр екен деп мафияларға қайда екенін айтып қояды. Ары қарай қашуын жалғастырып, байкерлердің тойына тап болған басты кейіпкеріміз ол жерде де біраз шу шығарады. Оқтардан әзер қашып, машинаға отырған Джеки Диананы байқайды. Сөйтіп екеуі мафиялардан құтылғандай болады. Бірақ бір өкініштісі, мафиялардың біреуі Джекиді телешоудан танып қойған екен. Үйіне келген Диана кассетаны тексеруде. Сөйтсе кассеталар ауысып кеткен болып шықты. Дәл сол сәтте үйге мафиялар басып кіреді. Диананы халатпен сыртқа шығарып, оны Джекиге тұтқын ретінде апармақшы. Бірақ Диана өзінің жалаңаштығын пайдаланып, олардан қашып кетеді. Джеки әкелген кассета енді балалардың қолында. Джеки көмекшісі Лакришамен бірге аэропортта өзінің ғашығы Миккиді күтуде. Бірақ Микки ағылшынша білмейтін болып шықты. Джеки Баджомен бірге шоуларын өткізуде. Бір кезде сахнаға баса көктеп келген мафиялар Джекидің кассетаны талап етеді. Ал үстіңгі қабатта тұрған Демон бандасы оларға граната тастамақшы, бірақ басқа да адамдар болғандықтан тастамайтын болып шешеді. Бірнеше соққы жіберген Джеки мафиялардан бүкіл ғимаратты айналып қашуда. Ол жерден шыққан соң Миккимен бірге ат арбаға мініп қашпақшы. Бір кезде мафиялардың біреуі Джекимен бірге арбадан құлайды. Джеки оны құлатқан соң арбада жалғыз қалған Миккиді байқайды. Бірақ аттарды басқара алмайтын Микки көлікке соғылса да Джеки оны ұстап үлгереді. Демон бандасы мафиялардан неге бұл жігіттің артынан қуғандарын сұрауда. Кассета Джекиде екенін естіп, енді басты кейіпкеріміздің ізіне бір емес екі банда түседі. Джекидің үйіне келген Лакриша заттарды ақтарып отырған Диананы байқап, оны ұры ретінде қабылдайды. Екеуі төбелесіп жатқанда үйге Джеки Миккимен бірге кіріп келеді. Екеуін ажыратқан соң Джеки Диананың тезірек кетуін қалап тұр. Әйтпесе бәлеге тағы да ұшыраймын деп ойлайды. Шығып кеткен Диана бірнеше секундтан соң ішке қайта кіріп, мафияларды көргенін айтады. Джеки үш қызды алып үйдің төбесімен қашпақшы. Енді жіңішке темір арқылы келесі үйге өтіп жатқанда демондар Джекидің үйіне бомбалар лақтырады. Үйсіз қалған Джеки қалған қыздармен бірге Лакришаның үйінде қонады. Ал Ромео полиция болғандықтан үйді бақыламақшы. Микки ағылшынша білмегендіктен Джеки мен Лакришаның жақын араласатындарын көріп, жігітін одан қызғана бастайды. Түнде Джеки Миккиге бәрін түсіндіріп жатқанда, күтпеген жерден үйге демондар келеді. Миккиді тұтқынға алған соң Джекиден кассетаны талап етуде, бірақ полицияны көргенде өздерімен қызды ғана алып қашады. Ертеңінде полициямен келіскен Джеки демондардан қызды алып қашпақшы. Демон бандасы Джекиді келісімге шақыруда, бірақ өздерінің кесірінен полицияның көзіне түсіп қалады. Демондардың біреуі келесі жағада қызды Джекидің көзінше алып қашпақшы, бірақ Джеки кран арқылы келесі жағаға өтіп, оның артынан қуады. Бірақ қанша тырысқанымен оларға жете алмайды. Джеки полицияларға бұндай салғырттығы үшін қатты ашулы. Кетіп бара жатқанда қасырына тоқтаған демондар Джекиді алып қашады.
Басты кейіпкеріміз фургонның ішінде олармен шайқасуда. Фургоннан мафияның бастығын алып, оны аямай сабайды. Одан Миккидің қайда екенін естігенде ар жақтан полициялар келіп банданы тұтқындайды. Басты кейіпкеріміз полицияға Микки жайлы ештеңе айтпай, бәрін өзі тындырмақшы. Құрылысқа келген Джеки бұл жерде мафиялар арасында наркотик саудасы жүретін естиді. Мафиялар демондарды өлтіріп, олардан қызды да, наркотикті де тартып алады. Джекиді байқаған мафиялар оған шабуылдауда. Көмектесуге келген Лакриша мен Диана мафияның қолына түсіп қалады. Бір кезде ар жақтан пайда болған мафияның бастығы Джеки мен бәрін тыныш қана шешпекші. Джон Карло тазалыққа қатты көңіл бөлетін болып шықты. Тіпті машинаға отырса да Джекиге аяқ киімін қолына ұстатып қояды. Бастықтың үйіне келгенде де Джеки қалаған орындыққа отыра алмайды екен. Бұл жерде де тазалықты сақтау үшін келген қонаққа таза шұлықтар беріледі. Джон Карло Джекиден жоқ кассетаны талап етуде. Джеки оны алдамақшы болып өтірік досына хабарласып жатқандай болады, бірақ мафия бастығы өтірікті тез сезетін болып шықты. Олар Джекидің аяқ қолын арқанға байлаған соң бастықтары онымен төбелеспекші болып шешеді, бірақ Джекидің әр жасаған соққысы арқанның кесірінен өзіне қайтып тиеді. Джекидің тапқырлығы ұстап, арқанмен әртүрлі қимыл жасау арқылы мафия бастығын да байлап тастайды. Оны барлығы үшін аямай ұруда. Әзер босатылған Джон қасындағыларды әлсіздіктері үшін сынға алуда. Осы кезде мафиялар Джеки мен екі қызды киноның басында көрсетілген жерге көмбекші болады. Бірақ ұйықтағандай кейіпте болған басты кейіпкеріміз есіктен атып шығып, мафияларды бірінен кейін бірін құлатады. Машинаға отырып алып, қалған мафияларды қуып жүргенде үлкен КамАЗ оны мыжып өтеді. Машинадан әзер шыққанда КамАЗ оны езбекші болады, бірақ Джеки дөңгелектен өзін итеріп шыққан соң КамАЗдың кабинасына да шығып үлгереді. Ромео мен полиция бастығы Джон Карлоның үйіне келеді. Олар мафиядан Джеки жайлы сұрағанымен мафиялардың айтатын түрі жоқ. Жігіттер оларды мазақ қылып кетуін талап етуде. Қайтарда Ромео қарсы келе жатқан үлкен КамАЗды көреді. Рөлде отырған Джеки КамАЗды үйге қарай бағыттаған екен. Жол бойы машиналардан бастап бәрін қиратуда, ал мафиялар оны тоқтата алатын емес. Үйге кірген Джеки үйден түк қалдырмайды, ал мафиялар қорыққаннан қаша бастайды. Енді ол мафияның бастығын езбекші, бірақ Джон бамперге жабысып алған екен. Тоқтағанда барып ұшып кеткен бастықтары наркотиктерді тасып бара жатқан жігітке құлайды. Шашылған наркотиктерді көріп, полициялар олардың бәрін тұтқынға алуда. Осылай Джеки мафиялардан кегін алып ғашығын құтқарады, ал мафия бастығы болса түрмеге мәңгіге кетеді. Осымен біздің Мистер Крутой атты киномыз аяқталады. Джеки Чанның тағы да киноларын қаласаңыздар, комментарийге Джеки деп жаза кетіңіздер. Әрине лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпайық. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де келесі жүздескенше сау болыңыздар.